Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Бүгін ас адамның арқау атты айдарымыз. Қазақ халқы төрт түліктің төресі, төбесіне қойып құрметтейтін бұл жылқы малы. Мінсен көлік, етің сойсан тағам, саусан сүті бал қымызы. Жалпы жылқы етінің бойындағы қасиетінде көп деген минералды дәрумендерге толы. Жылқы еті жүрек ауруына, қан тамырларының дұрыс жұмыс жасауына, бүйректің дұрыс қызмет жасауына, буынның сырқырауына, сондай-ақ тағы да көп деген ағзамыздың дұрыс қалыпты жұмыс жасауына өз пайдасы зор. Жылқы етін ата-бабам қасиетті тағамдардың біріне балаған. Бұны тек қана қазақ, түркі халықтары емес, дамыған Европа елдерінің адамдары да сүйсініп, адам ағзасына пайдасы мол дейді. Жылқы еті 17 түрлі аурудың емі болып табылады. Көбіне жылқы етін сақтағанда, оны арнайы тоңазытқыш емес, кептірген. Сүрет өте пайдалы. Сүретті пісіріп, баптап, қымызға салса, бүйректің, зәр шығарудың дұрыс жұмыс істеуіне де өз пайдасы зор. Жылқы еті денені қыздырып, бойдағы күш-жігерімізді дамытып, мықты, салауатты азамат болуымызға бір септігін тигізеді. Ал жылқының жүрегін жесеңіз, бұл ми талшықтарының, мидың дұрыс жұмыс істеуіне өз пайдасы зор. Сол себепті көрермен қазағымның, ата-бабамыздың қадірлеп, төбесіне қойып мақтаған жылқы етін әрдайым дастарханаларыңыздың берекесінде болсын. Бай, қуатты болайық. Дендеріңіз сау болсын.